Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ескіріп қалған нандардың нан салма жасайтын боламыз. Бізге ол үшін тауық еті, бір балғары, бір сәбіз, бір пияз және де 2 картоп, 2 помидор қажет болады. Пиязымды ірілеп турап алдым. Бір пиала майымды қызып тұрған қазанға құйып, артынан пиязды салып жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін 2 помидорымды турап, бөлшектеп, пияздың үстіне салып, бірге қуырамыз. Одан кейін тауық етімізді салып, тағы да қуырамыз 5-10 минуттай. Бұл тағам негізі біздің үйдегі ең сүйіп жейтін тағамдарымыздың бірі. Одан кейін сәбізімізді әдемілеп турап алып, оны да бірге салып қуырамыз. Одан кейін балғарымызды да әдемілеп турап, картоппен бірге салып, жақсылап піскенше қуырамыз. Мен оның арасында аралдың приправы мен дәміне қарай тұзымды салып алдым. Одан кейін жақсылап бір араластырып алып, картоптарымды саламын. Картопымыз жабылғанға дейін мен су құйдым. Одан кейін мен нандарды осылай сухарь істеп қойған едім. Екі сарымсақ салдым ішіне. Өте керемет болады, сарымсақ салсаңыздар. Сухариларымды салып, араластырып алдым. Біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болады негізі. Сіздер жасап көріңіздер.